Еліміздің шекаралас аумағында контрабандалық іс-әрекетті іске асыратын ұйымдасқан қылмыстық топтарға қарсы іс-қимылды күшейту, сондай-ақ кеден аумағы саласында тәртіпті орнату мақсатында Ұлттық қауіпсіздік комитеті сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес бойынша ұлттық бюросымен бірлесіп бас прокуратураның үйлестіруімен Алматы, Жамбыл, Оңтүстік Қазақстан облысы мен Алматы қаласында кең ауқымда арнайы операция өткізілді. Қазіргі таңда 35 күдікті, олардың ішінде Қырғызстан Республикасының 3 азаматы, кеден органдары, шекара қызметінің лауазымды тұлғалары, брокерлер, делдалдар, сондай-ақ ұйымдасқан қылмыстық топ мүшелері құрықталды. Соттың санкциясымен 33 тұлға қамауға алынды. Арнайы операция алдында ұзақ жедел тексеру жүргізілді. Оның барысында мемлекеттік шекараның Қазақстан-Қытай аймағында орналасқан Алтынкөл, Қалжат және Қорғас кеден бекеттері, Қазақстан-Қырғызстан, Қордай мен Қарасу және Қазақстан-Өзбекстан, Сарағаш, Қазығұрт, Атамекен, Қапланбек шекара аймақтары арқылы халық қолданысындағы тауарларын контрабандалық тасымалдауы анықталып құжатталды. Атап айтқанда, Қазақстанға контрабандалық тауар Қытайдан тікелей, сондай-ақ Қырғызстан арқылы кедендік әкімшілендірудің көлеңкелі сызбасын, жалған құжаттарды және төмендетілген мөлшер қолдана отырып әкелінген. Күдіктілерге кедендік рәсімдеу және жүкті алып жүруді қамтамасыз ететін кедендік органдар мен шекара қызметінің кейбір лауазымдық тұлғалары көмек көрсеткен. Тауарлар Қазақстанның ірі қалалары мен Ресей Федерациясына жолданып отырған. Мемлекеттік шекараның Қазақстан-Өзбекстан аймағында кедендік өткізу бекеттері арқылы тауарларды өткізуді жылдамдату үшін кеден қызметкерлері пара алып отырған. Контрабандалық іс-әрекетке қатысты тұлғалар ірі көлемде ақшалай сыйақы беру жолымен арнайы және құқық қорғау органдары тарапынан қамқорлық алуға әрекеттенген. Жүргізілген іс-шаралар барысында барлығы 8 ұйымдасқан қылмыстық топтың заңсыз іс-әрекеттеріне тосқауыл қойылды. Аталған деректер бойынша экономикалық контрабанда, ұйымдасқан топ, қылмыстық ұйым мен трансұлттық ұйымдасқан топ құру және оларға басшылық ету, сол сияқты оларға қатысу және парақорлық фактілері бойынша сотқа дейінгі тергеп тексеру басталды. Сот санкциясы негізінде 76 тінту жүргізіліп, нәтижесінде едәуір сомада ұлттық және шетел валюталарында ақшалай қаражаттар, зергерлік бұйымдар, құқық беретін және бухгалтерлік құжаттар, кедендік декларациялар алынды. Контрабандалық жүктер тиелген 2 автокөлік ұсталды. Ақша қаражаттары мен басқа да материалды құнды заттардың шығу көздері сотқа дейінгі тергеп тексеру барысында тексерілді. Сотқа дейінгі тергеп тексеру ведомствоаралық тергеу жедел тобымен жүргізілуде. Қылмыстық іс бас прокурордың бақылауына алынды.